Құрметті әйел қауым, бүгін мантының қамыры, тұзы, арнайы қажетті қоспаларын қосу арқылы қамырды илеп, бастырып, жарты сағаттай қойып, қайтадан тағы да бір қайырып илетімді. Содан кейін барып, тағы да 15 минут қойғаннан кейін қамырымыз мынандай өте керемет болып шығады. Сап-сары тұз, су, жұмыртқа қосам десе жұмыртқа қосып, қоспайым десе ол өз еріктеріңіз. Мен көбіне жұмыртқа қоспайым, бірақ соның өзінде де сап-сары иі қанған, екі қайтара илеп қайырып қойсаңыздар, мысалы осындай әдісі арқылы біздің қамырымыздың иі қанып өте керемет болып шығады. Ал енді мынау менің мантыған қамырымды енді ұрпақ деп айтамыз, оның көмегімен ең бірінші жаймас бұрын міндетті түрде осылай бастырып, шеттерін бастырып аламыз. Қайта дөңгелектеп сол кезде біздің қамырымыз бір тегіс өте әдемі шығады. Байқап тұрғаныңыздай, осылай. Енді қарап тұрсаңыз, мынау біздің жаңа екінші суалымыз. Оқтаудың көмегімен шамалы ғана ұн сепіп қамырымызды күш салмай, баяу ғана, ең бірінші жайған кезде баяу жайып отырамыз. Айналдыра осылай қамырымыз, мантының қамыры өте әдемі шығу үшін қарап тұрсаңыздар, қамыр біркелкі шығып жатыр. Аса қатты күш салуды қажеті жоқ. Манты өздеріңіз білесіздер, манты барлық бағымызға арнайтын тамақ әрине. Мен осы жерде қамырды жайып отырып, мен бір айтар едім. Білесіздер ме? Біздің ер азаматтарымыз мынау сырттың тамағын неге жейді? Неге? Неге пирожки, неге самса? Сырттан жейді. Меніңше ойлаймын. Егер де біз жиі ер азаматтарымызға үйде оның сүйікті тағамдарын жақсылап керемет қылып жасап беріп отыратын болсақ, біздің ер азаматтарымыз сырттың емес, сіздің өзіңіздің тамағыңызды жейді деген ойдамын. Менің қамырым жайылып, тегіс сап-сары жайылып жатыр. Байқасаңыздар, керемет. Енді қараңыздар, осы бұл бір ғана әдісі. Енді екінші әдісі бар. Мұнда ұн себу арқылы, осы ұн себу арқылы, егер де біздің қамырымыздың көлемі үлкен болып кететін болса, ұрпақ деп жатамыз. Қазақта әжелеріміз ұрпақ деп. Осылай егер де оқтау кішкентай болған жағдайда, немесе стол жаятын тақтаймыз кішкентай болған жағдайда, біз қамырдың үстіне ұстамай, осылай жай ғана баяу, қатты емес. Әрине қатты күш салсақ, білесіздер, қамырдың жабысып қалатыны. Осылай жайып, қарасаңыздар, сол қамырымыз қандай әдемі болып шығып жатыр. Мінекей. Осылай тағы да солай қайталап жая беруге болады. Егер де қамырыңыз сәлемдеп жатса, қандай әдемі, байқасаңыздар, керемет тәтті манты қалып тұр. Керемет. Әрине, енді ешқандай қарап тұрсаңыздар, ұрпақ себудің қажеті жоқ. Осы ұрпақтың өзімен-ақ оны мантының қамырын біз еркін жайып алуымызға болады. Неге қамырды жайып болғаннан кейін оқтаудың көмегімен әдемілікті осылай бір формада төртбұрышты алып отырып салып істеңіз. Сөйтемізді енді төртбұрышты форма үшін есеппен осылай төртбұрышты отырып кесіп шығамыз. Барлығын шекертерге бөліп, одан кейін керек емес. Әрине, діннің оқтау жайылған қамыр. Осылай кесіп жайылып отырып барлығы. Қажет емес бөлшегін алып тастап, осылай төртбұрышты үлгілі формада. Мен қамырым жайып дайын болды.
міне жаңа өздеріңіз айтқандай міне менің төртбұрышты мынау роза мантысына арналған кесінділері мен бірнеше түрлерін, ал енді мынауымыз төртбұрышты мантыға міне біріктіріп мына жерде қою арқылы үстіне теңдей бірдей қылып төртбұрышты қылып кесіп аламыз. Өйстіп кесу арқылы арнайы дайындалған фарштарымызды салып түйеміз. Қазір енді түйеге дайындық жасаймыз. Мінекей жаңа жайған қамырымыздан міне мәнтіміздің күл мантымыз. Мынау жаңағы әдісі мына жерде байқап тұрғаныңыздай міне мен жай ғана міне ұсына қой кесіп ішіне интегреттейміз. Фаршын салу арқылы міне түйіп осылай әр жерден бүгіп жатамыз. Бұл менің баламның жақсы көретін мантысы. Енді мен мына шетінен бастап мына орап алып келемін. Байқап тұрғаныңыздай міне осылай орап әкелу арқылы біздің әдемі күл мантымыз дайын болады. Мінекей